Нұр Отан партиясының араласуымен Маңғыстау облысы Жетібай ауылының іргесіндегі мұнай қалдықтарын өңдейтін алаң жабылды. Ауыл халқы аталған полигонның ауаны ластап жатқан айтып шағымданған еді. Тұрғындардың талабына орай билік партиясы жанынан арнайы топ құрылып, мұнай қалдықтарын өңдейтін орталықтың экологиялық талаптарды өрескел бұзып отырғаны анықталды. Гүлмира Әбішева әңгімелейді. 2010 жыл іске қосылған мына полигон Жетібай ауылынан небәрі 2 шақырым жерде орналасқан. Мұнда күніне жүздеген жүк көлігі мұнай қалдықтарына кеп төгеді. Тұрғындар зиянды қалдықтардың ауаны ластап, қоршаған ортаға кері әсерін тигізіп жатқанын айтып шағымдануда. Расында да осында тұрғанымызға жарты сағат болды. Жағымсыз иістің әсерінен басымыз ауырып, өзімізді жайсыз сезіне бастадық. Арнайы тексеріс кезінде бұл жерден 12 бірдей заң бұзушылық табылған. Урал Энергострой компаниясы мұнай қалдықтарын ашық жерде өңдеген. Сондай-ақ өңделгеннен кейін оны залалсыздандырмастан сол күйі тастап кете берген. Осының салдарынан экологияға орасан залал келтірілген. Экологтар қара алтын өндірісінен шыққан қалдықтардың адам ағзасына зиянды екенін анықтады. Лаборатория мамандары келіп, мында біз бірге келіп, осында сынама алдық. Атмосфералық ауадан жоба нормадан тыс шығарындыларды анықтадық. Соған біз сол Урал Энергострой жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне кінәрат берілді. Нормадан тыс болғандықтан. Серіктестік келісім бойынша мұнай қалдықтарын өңдеп, одан жол құрылысына қажетті материалдар дайындауы тиіс еді. Мекеме негізгі міндетінде атқармай отыр. Нұр Отан партиясы филиалының жанынан құрылған арнайы топтың ұйғарымы бойынша заң бұзған мекеме әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 3 бірдей бабы бойынша қомақты айыппұл төледі. Сондай-ақ соттың шешімімен уақытша жұмысын тоқтатты. Ендігі мақсат полигонды толығымен жабу. Халықтың сұрауы бойынша бұл жабылу керек. Жабылып, орнын ауыстыруымыз керек. Жергілікті алысыраққа ауыстыруымыз керек. Оны енді климаттық жағдайға байланысты. Жабылуына жұмыстануымыз керек. Партиялық бақылау комитетінің мүшелері алдағы уақытта аймақтағы өзге де экологиялық мәселелерді шешуге атсалысатынын айтады. Гүлмира Әбішева, Ринат Досалиев, Хабар агенттігі, Маңғыстау облысынан.